Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен өте нәзік және дәмі тіл үйретін синабон тоқашының рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал енді кеттік бастайық. Ең алдымен сүтімізді жылытып аламыз. Міндетті түрде сүтіміз жылы болуы қажет. Жылы сүтіміздің үстіне қантымызды, дрожжымызды, яғни аштығымызды қосамыз және 2 қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қамырымыз, яғни аштығымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей 15 минут уақыт өтті және біздің аштығымыз көтерілді. Енді жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Осы кезде аштығымыздың үстіне бөлме температурасындағы жұмыртқамызды, ұнды және ұнның үстіне тұзымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Ұнның барлығын қосып жібермеңіздер, міндетті түрде қолдарыңызбен илей отырып қарайсыздар. Қамырымыз сәл біздің қолға жабысқақ болуы керек. Қамырымызға ұнымызды қосып болғаннан кейін оның үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Сапасы жоғары сары май болу қажет. Мен үнемі президент майын қолданамын. Сары майымызды қосқаннан кейін қамырымызды иіғанғанша жақсылап тұрып илеп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан кем немесе 2 сағаттан асырмаймыз. Тек 2 сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін ортасына салатын салмамызды дайындайық. Ол үшін жеке ыдысымызға қантымызды, корицамызды және мен какаоны қосқанды ұнатамын. Осы үшеуін қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Мінекей 2 сағат өтті, қамырымыз көтерілді және үлпілдек жұмсақ болып көтерілді. Енді қамырымызды 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Енді қамырымызды жайып болғаннан кейін ортасына бөлме температурасындағы сапасы жоғары сары майымызды жағып шығамыз. Міндетті түрде жұмсақ сары май болуы қажет, яғни бөлме температурасында тұрған майды. Енді осы жағып шыққан майымыздың үстіне бағанағы дайындап алған қантты ұнтағымызды сеуіп шығамыз. Салмамызды салып болғаннан кейін асықпай, дәл видеодағыдай қамырымызды әдемілеп орап шығамыз. Қамырымызды жақсылап орап алғаннан кейін енді қажетті бөліктерге бөліп шығамыз. Мен бұл жерде 8 бөлікке бөлдім. Енді сіздердің қалауларыңызша 6 немесе 7 немесе 9 бөлікке бөлсеңіздер болады. Ол өз қалауларыңызда. Мен бұл жерде синабондарды жіппе бөлгенді ұнатамын. Сол кезде біздің тоқаштарымыз біркелкі түзу болып бөлінеді. Енді дайын болған тоқаштарымызды бір ыдысқа салып, шамамен бір 30 минутқа жылы жерге бетін пищевой пленкамен жауып, расстойка дейді, яғни біздің синабондарымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Одан кейін көтерілгеннен кейін қызып тұрған 175 градус пеште шамамен бір 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің синабондарымыз пісіп шықты, өте керемет, ал иісі деген барлық ас үйді алып кетті. Енді біздің синабондарымыз суығанша бөлме температурасына қойып қоямыз. Оған дейін біз бетіне жағатын крем дайындаймыз. Ол үшін мен кәдімгі крем-чизді дайындадым, яғни клейгейді, творожный сыр және қант ұнтағын үшеуін миксерлеп аламыз. Бұл жерде қатты қою немесе сұйық қылып емес, орташа деңгейге дейін миксерлеп аламыз және суыған синабондарымыздың бетіне жағып шығамыз. Енді мен сияқты бетін карамельмен және кез келген жаңғақпен әрлесеңіздер болады, не болмаса осылай креммен қалтырсаңыздар да болады. Бұл енді өз қиялдарыңызда, яғни өздеріңіз қалай қалайсыздар, солай әрлесеңіздер болады. Бұл жерде мен карамельді пайдаландым. Карамельдің рецебі менің парақшамда бар, оның сіздерге сілтемесін қалдырып кететін боламын. Енді менің рецебіммен міндетті түрде жасап көріңіздер және пікірлеріңізбен міндетті түрде бөлісуге ұмытпаңыздар. Маған лүпіл басып,
тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта тағы да басқа да рецепттермен бөлісетін боламын.